Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 9-шы дәрісімізді ұсынамыз. Дәрістің тақырыбы сан есім мен есімдіктің лексика-грамматикалық сипаты. Бірінші қарастыратын мәселелеріміз сан есімнің лексика-грамматикалық сипаты, оның дара және күрделі түрлері, мағыналық топтары, түрлену жүйесі. Сол секілді есімдіктің де лексика-грамматикалық сипаты, мағыналық топтары, түрлену жүйесі, сөйлемдегі қызметі мәселелері. Сан есім. Сан есім семантикалық жағынан заттың сан мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, неше, нешінші тәрізді сұрақтарға жауап береді. Мысалға, атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ дегенде, алтау, төртеу сан есімдері қолданылған. Сан есімдер құрамына қарай дара және күрделі болады. Дара сан есімдердің негізгі түрлері ғана кездеседі, туынды сан есімдер кездеспейді. Себебі сан есімдер ешқандай жұрнақпен жасалмайды. Ал күрделі сан есімдердің ішінде біріккен және тіркесті түрлер кездеседі. Біріккен сан есімдеріміз 60, 70, 80, 90 секілді екі сан есімнің кіріге бірігуі арқылы жасалған сан есімдер. Ал тіркесті сан есімдер 65, 76 деген секілді 2-3 сан есімнің тіркесіп келу арқылы күрделенген сандар жатады. Ал тұлғасына қарай сан есімдерді түбір және қосымшаға ажыратамыз. Түбір сан есімдер олар ешқандай жұрнақсыз дара күйінде қолданылған сан есімдер болса, сол сан есімдер сөйлемнің ішінде арнайы қосымшалармен тұлғаланып қолданылады. Сан есімдерді лексикалық тұрғыдан топтастырған кезде бүтін сан, бөлшек сан, тақ сан, жұп сан, оң сан, теріс сан деген сияқты математикалық терминдерменен атап топтастыруға болады. Ал енді семантикалық тұрғыдан алған кезде олардың 6 түрі бар. Есептік, реттік, жинақтық, топтау, болжалдық, бөлшектік сан есімдер. Сан есімдер сөз тобы жағынан атауыш сөздер тобына кіреді, себебі лексикалық тұрғыдан толық мағына беретін сөздер. Ал сөз табына келетін болсақ, оларды сөз табы ретінде тануға негіз болатын екі принцип бар. Бірінші семантикалық принцип, екінші синтаксистік принцип. Есімнің мағыналық топтарынан тоқталайық. Бірінші есептік сан есімдер заттың нақты санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға 5, 10, 100, 20, 9 деген секілді. Бұл сан есімдер дара және күрделі болып келеді. Сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Екінші реттік сан есімдеріміз заттың саналу ретін, қатарын білдіріп, қаншасыншы, нешінші деген сұрақтарға жауап береді де, олар ыншы, інші, нышы, ніші деген жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалады. Мысалға 1, бірінші, 9, 9-шы, 2, екінші деген секілді. Келесі жинақтық сан есімдер заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімдерге ал, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжап көрсетеді. Олар қанша, неше, қай шамалы, қаншадан сияқты сұрақтарға жауап береді. Келесі топтау сан есімдері заттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді де, нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Олар дара сан есімдермен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғану арқылы жасалады. Мысалға 2-ден, 100-ден, 40-50-ден, 10-нан, 5-6-дан деген секілді. Бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді. Олар жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрге бөлінеді. Жай бөлшек сандар екі есептік санның бөлімі шығыс я ілік септікте, алымы тәуелді тұлғада тұру арқылы жасалады. Мысалға 2-ден 1-ін алып, 3-тің 1-ін 1-і деген секілді, 10-нан 2 деген секілді. Сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімдерге жарым, жарты, ширек сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Сан есімнің сөйлемдегі қызметіне тоқталатын болсақ, сан есімдер заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, сөйлемде анықтауыш болады. Бұл оның негізгі қызметі. Мысалға 2 достың бір аңқайлы, біреуінің ебі жоқ дегенде. 2 дос деген зат есімнің алдында келіп, оның санын білдіріп, анықтауыш болып тұр. Жіктеліп келіп, немесе көмекші етістіктермен тіркесіп келіп, баяндауыш болады. Біз екеу едік дегенде, екеу едік, бірге сөйлем баяндауышын құрап тұр, көмекші етістікпен тіркесіп. Атау септікте тұрып, бастауыш болады. Мәселен, жаңа алтау ала болса, ауыздап кетеді дегенде, кімдер ала болса, алтау деген бастауыштың сұрағына
жауап беріп баяндаушымен байланысып тұр. Септік тұлғаларында немесе септелмейде етістіктің алдында келіп пысықтауыш болады. Мысалға біз екі-екіден бөліндік дегенде. Қалай бөліндік? Екі-екіден пысықтауыш болып тұр. Барыс, табыс, жатыс, шығыс көмекте септіктердің бірінде келіп толықтауыш қызметін атқарады. Мысалға білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Бірді, мыңды дегенде кімді деген сұраққа жауап беріп толықтауыш болып қолданылып тұр. Есімдік лексика-грамматикалық немесе семантикалық сипат жағынан затты не оның сынын я санын нақты атамай, солардың орнына жүретін сөз табы. Сондықтан есімдіктерді орынбасар сөз табы деп те айтады. Келесі есімдіктердің түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші жіктеу есімдігі белгілі бір жақты ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі. Жіктеу есімдіктері мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Бұлардың негізгі ерекшелігі жақтық мағына беруінде. Бұлар жекеше, көпше түрдегі есімдіктерден тұрады. Жіктеу есімдігінің әрқайсысы өз жағында жіктеледі, септеледі, бірақ тәуелденбейді. Сілтеу есімдіктері меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіреді. Бұл есімдіктерге бұл, сол, ол, осы, осынау, сонау, анау, ана, мына, тонау, әне, міне деген секілді сөздер жатады. Әдетте сілтеу есімдіктер сілтеу, меңзеу мәнін білдіріп, сын есімнің орнына жұмсалып, қай деген сұраққа жауап беріп анықтауыш қызмет атқарады. Жауап алу мақсатымен сұрау мағынасында қолданылатын сұрақтардың барлығы сұрау есімдігі болып табылады. Сұрау есімдіктер кім, не, қай, қайдан, қанша, нешеу, нешінші, тағы басқа. Бүкіл сұрау мәнін беретін сөздеріміз жатады. Олар зат есімге және зат есімнің орнына қолданыла алатын сөздерге қойылатын сұрақтарға көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулар қосыла алады. Өздік есімдігі оған тек қана өз деген тұлғадан тұратын бір ғана сөз жатады. Өз тұлғасынан өзі, өзім, өздері деген сияқты көптеліп, септеліп қолданылады, немесе жіктеліп те қолданыла алады. Жалпылау есімдігі бұлар жинақтау, жалпылау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. Оған барлық, бәрі, барша, күллі, бүкіл, түгел, тегіс деген секілді сөздер жатады. Болымсыздық есімдігі болымсыздық мағына беретін есімдіктер. Оған ештеңе, ешкім, ешбір, ешқашан, ешқайда, дәнеме, дәнеңе деген секілді сөздер жатады. Мысалға, көнбеді ешкім сөзіме, әдетіне қарсы дегенде кім деген сұраққа жауап беріп тұрған ешкім деген болымсыздық есімдігі қолданылған. Заттық мән беретін болымсыздық есімдіктері тәуелденеді, септеле алады. Келесі белгісіздік есімдігі заттың сандық белгісін сан мөлшерді жорамалдап, тұспалдап көрсетеді есімдіктің түрі. Оған біреу, кейбіреу, бірдеме, әрне, әлдекім, кімде кім, қайсы бір, кейбір, әрбір деген секілді сөздер. Әлде қайда, әлде қашан деген секілді есімдіктер жатады. Жалпы алғанда осы есімдіктерді заттық мәндегі есімдіктер және сандық мәндегі есімдіктер деп бөлуге болады. Себебі заттық мәндегі есімдіктеріміз зат есімдердің орнына қолданып, зат есімдері түрленсе, сандық мәндегі есімдіктер сан есімнің мәнінде жұмсалады. Прономиналдану, яғни басқа сөз таптарының есімдікке ауысуы кездеседі деген сөз. Оған бір деген сөзден, мысалға бір кісі келді десек, ол сан есім емес, ол белгісіздік мағынасы беріп тұр. Сол сияқты біреу деген кезде де белгісіздік мағына беріп тұр. Бүкіл, түгел, әр, күллі деген есімдіктерімізде осындай семантикалық жағынан өзгеріске түсіп, прономиналданған, яғни есімдікке ауысқан деген сөз. Есімдіктердің сөйлемдегі қызметі. Есімдіктер, әсіресе жіктеу есімдіктері, атау септікте тұрып бастауыш болады. Мысалға, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дегенде, мен деген сөз сөйлемнің бастауышы, атау септікте тұр. Барыс, табыс, жатыс, шығыс көмекте септіктерінің бірінде тұрып, толықтауыш болады. Жалғыз сенен айырылып, артынан қарап ақ ұрдым дегенде, кімнен, сенен деген сөз септеліп қолданып толықтауыш болып тұр. Есімдіктер ілік септікте немесе сын есім мен сан есімнің орнына қолданылып анықтауыш болады. Бұл сұраққа жауап бермей, аз отырып барып сөйледі. Қай сұраққа? Бұл сұраққа. Есімдіктер мезгіл, мекен мағыналарында үстеудің орнына қолданылса, пысықтауыш болады. Бүгін ешқайда бармайсыңдар дегенде. Қайда? Ешқайда деген пысықтауыштың сұрағы. Жіктеліп қолданылса, әрине баяндаушы болады. Менің іздегенім сенсің дегенде, сөйлемнің баяндаушы сенсің. Әуелгі келген бала осы дегенде, осы сөзіміз сөйлемді аяқтап, баяндауыш қызметінде қолданылып тұр.
сан есім мен есімдікке байланысты негізгі айтылатын мәселелер осылар. Бұл сөз таптарын зерттеген ғалымдар туралы мәліметтерді алдарыңызда көрсетілген әдебиеттерден қарап біле аласыздар. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.